Гректерді шайқаста жеңген парсылар қаланың күл талқанын шығарады және әйелдерді айуандықпен зорлайды. Сәлем достар, бүгін біз сендерге 300 спартандықтар деп аталатын керемет фильмдің екінші бөлімін ұсынатын боламыз. Фильм өте қызықты, сол себепті жіберіп алмаңыздар. Егер дайын болсаңыздар, біз уақытты көп алмай бастадық. Сражаться с такой страстью. 300 спартандықтар өлгеннен кейін Ксеркс Леонидтің басын кесіп алады және бүкіл Афинаның күл талқанын шығарады. Бұл тойтарыстан тек гректер аман қалады. Олар теңіз жағалауынан болған соң басты күшті кемелерге берген екен. Спарта патшайымы Леонидтің әйелі өз халқына бұл соғыс қалай басталғанын айтып береді. Бұдан 10 жыл бұрын афиналық қолбасшы Фемистокл Грекия жағалауына қонған парсы патшасы Дарийдің әскеріне шабуыл жасайды. Ол әлі қоныстанып үлгермеген парсыларға жойқын соққы береді. Олар ерлікпен шайқасып марафон шайқасында жеңіске жетеді. Жеңіліске ұшырағанын білген парсы патшасы Дарий кері шегінмек болғанда Фемистокл парсы патшасына қарай садақ атады. Садақ Дарийдің кеудесіне тиеді, бірақ оның жас ұлы Ксеркс әкесін құшақтаған күйі кек алу өшпенділігімен гректерге қарап тұрады. Фемистокл дәл сол Дарийдің ұлын уақыты келіп әлемді дүр сілкіндіретін зұлымға айналдыратынын білмеген еді. Өлім аузында тұрған Дарий өзінің ең мықты қолбасшыларын жинайды. Олардың ішінде ең мықтысы және ақылдысы Артемисия еді. Өліп бара жатқан Дарий ұлына соғыстан бас тартуды өсиет етіп, гректерді тек құдайлар ғана жеңе алады дейді. Содан кейін Дарий өледі. Ұлы оның өлімін 7 күн бойы қайғырады. Соңында парсы флотының өршіл көшбасшысы Артемисия Ксеркске әкесінің Грекияны тек құдай ғана жеңе алады деген сөзін кері айтып, сен құдайға айналасың және Грекияның күл талқанын шығарасың деп айтады. Ол Ксерксті жалаңаш күйінде шөлге өздерінің құдайларына баруға шақырады. Ол ыстық шөл бойлап жолға шығады. Бір уақытта патша белгілі бір үңгірге жетеді. Ол жерде бір түрлі сұйықтық бар, су оймасына түседі. Ол сиқырлы судан адам күші жетпейтін титан болып туылады және оның келбеті қатты өзгереді. Артемисия болса сарай ішіндегі барлық қарсыластарынан құтылады. Ол ешқайсысын тірі қалдырмайды. Қайтып оралған патша бүкіл халқының алдына шығып, Грециямен соғыс басталғанын хабарлайды. Сөйтіп Ксеркстің гректерге қарсы соғысы басталған екен. Во имя славы, во имя возмездия, война! Арадан біраз уақыт өтті. Парсылардан үлкен қауіп келе жатқанын білген Фемистокл саяси кеңесте сөз сөйлейді. Ол Ксеркске қарсы бірлесуге шақырады. Себебі тек біріккен флот қана Грекияны құтқара алатынына сенімді. Көптеген сенат мүшелері онымен келіспейді. Содан кейін ол Спартаға көмек сұрау үшін барады. Бұл уақытта Ксеркс әскерлері Термоплей шатқалына қарай жылжиды. Ксеркс өз кемелерімен теңізге көпір құрады және сол жолмен әскерлерін алып өтеді. Ал Артемисияға болса теңіз флотын басқарып Грекияның жүрегіне соққы беру тапсырылады. Спартандықтардан көмек сұрап барған Фемистокл спартандықтарды грек флотымен бірге флотқа қосылуға көндіре алмады. Оған Леонидтің әйелі теріс жауабын беріп, біз өз елімізді өзіміз қорғай аламыз деп қайтарып жібереді. Өз кемелерін бастап келе жатқан Артемисия бортында сатқын бар екенін біліп қойып, оның басын кесіп алады. Сол уақытта екінші тыңшы бар екенін де байқайды. Ол Фемистоклдың досы еді. Ол жігіт сәтті пайдаланып, уақытында қашып үлгереді. Артемисия оны ұстай алған жоқ. Қашқан жігіт Фемистоклдың қасына келіп, Артемисияның барлық жоспарларын айтып береді. Аңыз бойынша Артемисияның отбасын гоплиттер өлтіріп шешесін аяусыз зорлаған екен. Содан кейін кішкентай қызды өздерімен алып жыныстық құлдыққа айналдырған. Оны кемеде әртүрлі адамдар қанағаты үшін пайдаланған және соңында көшеде өлуге тастап кеткен. Бір уақытта өлейін деп тұрған Артемисияны парсы елшісі көріп қалып, өзімен бірге алып кетеді. Ол жас қызды әбден дайындап, виртуоз сияқты күресуді үйретті. Уақыттар өтіп оның кек алуға деген ұмтылысы Дарийдің назарын аударды. Ол Артемисияны өз флотқа басшылық етіп қойған екен. Сонымен Фемистокл теңіз бойлап келе жатқан парсыларға соққы беру жоспарын құрады. Ол өзінің ең сенімді адамдарын алып шайқаспақшы. Солардың ішінде жақын досының ұлы да бар. Фемистокл шамамен 50 кемемен жолға шығады. Ал оларды көріп тұрған Артемисия өзінің оң қолына бірінші шайқасты тапсырады. Ол адам бұл шайқаста жеңетініне сендіріп, егерде жеңілетін болсам жанымды беремін деп мақтанады. Фемистокл өзінің тактикасымен шайқасуға дайын тұр. Оларға парсы кемелері жақындап келуде. Парсылар олардан 3 есе көп еді. Сөйтіп ашық теңізде шайқас басталды. Гректер өздерінің кішкене кемелерімен парсы кемелерінің жамбасына қарай соққы береді. Себебі парсы кемелерінің тұмсық жағы мықты, ал ортаңғы жақтары нашар еді. Сол тәсілмен Фемистокл барлық кемелерді суға батырады. Парсылар жеңілді. Гректер жеңіске жеткеніне қуанышты. Мы проигрываем. Нет, это ты проигрываешь. Ал ашулы Артемисия болса жеңіске жетем, әйтпесе жанымды берем деп мақтанған қолбасшысын суға лақтырып жібереді. Сол уақытта командир Кашани атты қолбасшы Артемисияға күннің батуына дейін сізге жеңіс сыйлайтын боламын деп уәде етеді. Бұл уақытта гректер шайқасуда дайын тұр. Айналаны туман қаптап жатыр, ешқандай дауыл жоқ. Парсылар оларға қарай жақындап келуде. Олар тым жақын қалғанда Фемистокл бірден артқа жүруді бұйырады. Олар туман ішіне кіріп жоқ болып кетеді.
Олардың ізін жоғалтқан парсылар артынан барады. Сөйтсе гректер таулар арасына кіріп кеткен екен. Парсылардың айтарлықтай жарты кемелері тауларға соқтығысып суға батып кетеді. Сол уақытта гректер таудың үстінен түсіп шабуылға шығады. Қанды шайқас басталады. Парсы көп болғанына қарамастан гректер ерлікпен шайқасып жатыр. Фемистокл парсы қолбасшысы Кашанимен жекпе-жекке шығып, оны аяусыз өлтіреді. Сөйтіп Фемистокл басқарған грек флоты екі шайқаста парсы флотының алдыңғы қатарлы күштерін талқандады. Артемисия не істерін білмей жынданып жатыр. Ол өзінің сенімді адамын гректерге жібереді және Фемистоклды алып келуді бұйырады. Бұл уақытта гректер жеңістерін тағы да тойлап жатыр. Олардың қасына Артемисия жіберген елші келіп Фемистоклды келіссөздерге шақырып жатқанын жеткізеді. Ол еш ойланбай кездесуге баруды шешеді. Фемистоклды Артемисияның жеке өзі күтіп алады. Ол ерекше киініп алған. Жеке кездесу кезінде ол оны парсылар жағына өтуге шақырады. Және оған қалағаныңды барлығын берем. Менің жеке қолбасшым боласың деп айтады. Чистой радости. Артемисия Фемистоклды азғырып үлгерді. Әйел сезімдерге беріліп Фемистоклге өзін тапсырады. Сөйтіп екеуі махаббатпен айналыса бастайды. Сезімдерге беріліп жатқан Артемисия менің жағыма өт деп айтады. Әйелді өз қанағатына пайдаланып алған Фемистокл парсыларға қосылудан бас тартады. Ал жауапқа Артемисия ашуланып жігітті өлтірмек болады. Бірақ бұны істеудің қазір пайдасы жоқ екенін айтып, сені шайқас алаңында өлтірем деп айтады да кемеден қуып жібереді. Вышвырните эту мразь с моего корабля. Ашуланған Артемисия түнде бар күшімен шабуылға кіріседі. Парсылар теңізге мұнай құйып, грек кемелеріне шабуыл жасау үшін суицидті жүзушілерді жіберіп, жарылғышқа ұқсайтын нәрсені пайдаланады. Парсылар ол затты артына іліп грек кемелеріне қарай жүзе бастайды. Бұны байқаған Фемистокл бірден кері шегінуді бұйырады. Шайқаста басталып кетті. Шайқас кезінде Фемистоклдың ең жақын досы ұлының көз алдында садақ тиіп өледі. Парсылар отты шарларды лақтыра бастайды. Айнала өртеніп жатыр. Гректер от лақтырып жатқан парсының бірін өлтіреді. Содан мұнай толы кеме өртеніп күшті жарылыс болады. Фемистокл адамдарына суға секіруді бұйырады. Сол уақытта грек кемесіне жарылғыш зат байлап алған парсы шығады. Артемисия оған қарай отты садақ лақтырады және салдарынан Фемистокл тұрған кеме жарылады. Парсылар жеңіске жетті. Ал тірі қалған гректер жағалауға шығады. Олардың ішінде керемет түрде тірі қалған Фемистокл да бар. Ол көп адамын жоғалтқан, кемелерде қалған емес. Сол уақытта ол Леонид бастаған 300 спартандықтар қаза тапқанын естіп, бұл мүмкіндік деп ойлап, Спартаға көмек сұрауға асығады. Бұл уақытта Ксерекс Леонидтің басын үзіп алып, таулы шатқалдан Грекцияға қарай жол тартады. На великих воинов Спарты. Содан кейін Фемистокл Спартаға көмек сұрап барады. Онда ол Леонидтің қылышын әйеліне тапсырады. Бірақ та Спарта патшайымы көмек беруден бас тартып, біз өз елімізді өзіміз қорғаймыз деп жауап береді. Кетер алдында Фемистокл патшайымға күйеу үшін кек алуын талап етеді. Шамандар ескерткендей, Ксерекс бүкіл Афинаны басып алады. Ол барлық тұрғындарды жаппай қырып, ешкімге аяусыздық танытпайды. Солайша үлкен Афинаның күл талқанын шығарып, жер бетінен өшіріп тастайды. Ендігі кезекте Грекция және Спарта тұр еді. Жеңісіне қуанып отырған патшаның қасына сатқын Эфиалит келіп, гректердің кемелері қазір әлсіз екенін және соққы жасауға мүмкін екенін жеткізеді. Олардың қолбасшысы Фемистокл екенін білген Артемисия бір түрлі болып қобалжып кетеді. Себебі ол оны өлген деп ойлаған еді. Он жив! Я сам видел его! Бұл уақытта Фемистокл өз сарбаздарының қасына келіп, бізге ешкім көмекке келмейтін болды. Жалғыз өзіміз шайқасатын боламыз деп, өз адамдарына шабытты сөз айтады да жолға шығады. Теңізде жүздеген парсы кемелері келе жатыр. Оларға қарсы Фемистокл бір жоспар құрып қойған. Яғни ол парсы қолбасшысы Артемисияның көзін құртса, флот бастықсыз қалады. Ал олардың шайқасын Ксерекс төбеден бақылап тұруды жөн санайды. Ал Фемистоклмен қатты шайқасқысы келіп тұрған Артемисия өзі не қалап тұрғанын да білмейді. Ол іштей Фемистоклды сүйіп қалған сияқты. Сөйтіп жоспар бойынша грек кемелері парсылардың алдында саптағы кемелерімен соқтығысады. Гректер шайқасқа шықты. Теңіз үстінде қанды шайқас басталды. Оларды көріп тұрған Артемисия да қасына ең мықты жауынгерлерін алып шайқасқа кірісіп кетеді. Осы уақытта Фемистокл кеме ішінен атын шығарады да шайқасқа түседі. Ол Артемисияға қарай асығады. Ол бір амалдап Артемисия тұрған кемеге жетіп келеді. Онда оны әйелдің ең жақсы сарбаздары күтіп тұрды. Олар шайқасқа түседі. Сақшылар жігітті бірнеше рет жаралайды. Соған қарамай жігіт керемет шайқасып сақшылардың барлығын көзін құртады. Енді ол Артемисиямен жалғыз қалды. Артемисия мен Фемистокл шешуші шайқаста түседі. Қызда керемет шайқасады екен. Ол жігітке біраз қиындықтар тудырып, оның аяғын жаралайды. Екеуі ұзақ шайқасып бір-біріне қылышын тіреген күйде тоқтайды. Артемисия оған, маған беріл.
екеуміз бір болып бүкіл әлемді жаулап аламыз деп айтады. Фемистокл оған, мен өлсем де берілмеймін. Егер де саған ғашық болып қалсам да деп жауап береді. Даже если буду прикован к тебе. Сперва это был лишь шепот. Осы сөзден жүрегі жұбыған Артемисия ғашық болып қалғанын түсінеді. Ол жігіттің көзіне қарап біраз ойланып қалады. Шынымен екеуі бір-біріне ғашық болып қалған еді. Осы уақытта алыстан Спарта кемелері көріне бастайды. Парсыларға қарсы бүкіл Греция бірігіп шайқасуға келе жатты. Олардың қолбасшысы Леонидтің әйелі сәтті пайдаланып Фемистокл қызды құлатады. Іштей қызды ұнатып қалған Фемистокл, маған беріл, өз адамдарыңа шайқасуды тоқтат деп айт. Сонда тірі қалуыңа өзім кепіл боламын деп айтқанда, бергісі келмеген Артемисия бірден қылышқа атылып, шабуылға шығады. Бірақ бір соққымен жігіт оны өлтіреді. Бірақ ол өлтіргісі келмеген еді. Қыз өзін қылышқа қарай итеріп өлімін тездетеді. Ол Фемистоклдың аяғына құлап өледі. Осы сәтте Спарта флоты және Грецияның басқа қала мемлекеттері Афина флотына көмекке жетіп келеді. Гректердің жеңісі айқын болды. Үлкен шайқас басталады. Парсы флоты шегіне бастайды. Ал төбеден қарап тұрған Ксеркс судағы күресте жеңіліске ұшырағанын біліп теріс бұрылып кетеді. Солайша гректер бастаған теңіз флоттары жеңіске жетеді. Және сол жерде фильм өз соңына жетеді. Достар, шолу ұнаған болса лайк басып кетіңіздер. Осымен біздің видео өз соңына жетті. Келесі кездескенше аман сау болайық.